Сәлем, достар. Бүгін біз жеке даму және мотивация тақырыбын қозғаймыз. Егер сіз өз арманыңызға жетуді ойлап жүрсеңіз, бірақ неден бастарыңызды білмесеңіз, осы видео сіз үшін. Жеке дамудың қадамдарын біліп, мотивацияны сақтауды үйренейік. Неліктен жеке даму маңызды? Жеке даму – бұл өзіңізді үздіксіз жетілдіру процесі. Бұл жеке қабілеттерді ашу, жаңа дағдыларды үйрену, өмірдегі мақсаттарға жету жолы. Егер бір орында тұрып қалғыңыз келмесе, жеке даму ең дұрыс шешім. Бұл өзіңізге сенімділікті арттырып, үлкен жетістіктерге жетуге көмектеседі. Қадамдармен даму. Бір мақсат қойыңыз. Алдымен өз армандарыңызды анықтап, нақты мақсаттар қойыңыз. SMART әдісін қолданыңыз. Мақсатыңыз нақты, өлшенетін, қол жеткізуге болатын, маңызды және уақыт шеңберінде болуы керек. 2 әрекет жоспарын жасаңыз. Мақсатыңызға жету үшін күнделікті кішкентай қадамдар жасаңыз. Әр күн сайын не істейтіндігіңізді жазып отырыңыз. 3 дағдыларыңызды дамытыңыз. Кітап оқыңыз, курстарға қатысыңыз, мықты адамдардан үйреніңіз. Өзіңізді әрдайым жаңартып отырыңыз. 4 мотивацияңызды бақылаңыз. Жетістіктеріңізді атап өтіңіз. Әрбір кішкентай жеңісті бағалаңыз. Өзіңізді шабыттандыратын ортада болыңыз. Сіздің мақсаттарыңызды қолдайтын адамдармен араласыңыз. Мотивацияны қалай сақтау керек? Оң көзқарасты ұстаныңыз. Қиындықтарға қарамастан әрқашан алға ұмтылыңыз. Сәтсіздік бұл жаңа мүмкіндік. Мақсатыңызды еске түсіріңіз. Күн сайын неге мен мұны істеп жатырмын деген сұрақ қойып, арманыңызды еске алыңыз. Үлгі тұтатын адамдар табыңыз. Табысқа жеткен тұлғалардың өмір жолын зерттеп, солардан мотивация алыңыз. Табиғи демалыс алыңыз. Кейде мотивацияны сақтау үшін демалып, қайта күш жинау қажет. Жеке даму бұл ұзақ, бірақ өте қызықты жол. Өзіңізге сеніңіз, әрекет етіңіз және ешқашан берілмеңіз. Егер осы видео сізге шабыт берсе, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Армандарыңыз орындалсын. Ал сіз бүгін өз даму жолыңызда қандай қадам жасайсыз?